Сәлем достар, қайырлы бүгін жексенбі. Бірақ та мен универге дайындалып жатырмын. Себебі бүгін біздің универде ашық есік күні болады, яғни open day. Ол жерде оқушылар, талапкерлер келеді. Соларға біздер бүгін өзіміздің университетімізді таныстырамыз. Мен факультетімізді таныстыру үшін сол бара жатырмын. Қазір дайындалып жатырмын, оянып. Уже шығуым керек, сағат 10:30-да басталады. Душтың іші кішкене дауысты өте бәсеңдетіп тұр, яғни мен қаншалықты қатты сөйлеп тұрсам да. Содан кейін таңертең кішкене бет-аузым ісіп тұр. Менде қазір бояйтын туш қалды, содан кейін помада, и потом шашымды жасаймын, содан кейін универге шығамын. Так что менімен бірге болыңыздар. Короче, мен общежитиеден шықтым. Вот, ояндым, әдемі болдым. Шашымды жасадым, но капец күн салқын. Сол үшін де капюшон киіп алдым. Қазір университетке бара жатырмын. Надеюсь, кешікпей барам деп ойлаймын. Вроде бы ұйқым қанбаса да түрім әдемі болып тұрған сияқты. Так, короче, вот мен университетке келдім. Университетте прям көп оқушылар бар. Және біздер бүгін өзіміздің факультетімізді түсіндіреміз. Бұл мен группаласым Дина, Бекболат. И, короче, қазір примерно Red Hall-да, андай, типа, оқушыларды жинап, андай, мәжіліс па, жиналыс па, сондай бірдеңе болады. Содан кейін біздер өзіміздің факультетімізге алып келеміз. Вот, сондай. Но менің факультетім. И всем прям оқушылар толып жүршем на университетте. Вот. Қазір қызық нәрселер салатын болам. Короче, біз журфактан именно 4 студент келеміз. Короче, мынандай, типа, оқушыларға түсіндіретін қағаздар қазір біздің құқық факультеті. Капец, адам көмекке. Белгілеріңіз бар. Келіңіз қатысыңыз, пайдалы боларына мен сенімім болайын енді. Осы тақырып болса, мен ешқай селфи жібересіздер. Так, ары қарай. Короче, бізде Омарбек деген ағай бар. Сол кісі өзінің тренингін өткізіп жатыр оқушыларға. Осы біздің бұл естіген шағаталарымызда. Кездерін өзгерісті, біз оқушылар көп прям. Атаның өзгеріс мен өзгерем. Әкім өзгеріс мен өзгерем. Біздер бочкаға келдік, и қазір оқушылар келеді біздерге. Жалпы осы құқық және әлеуметтік ғылымдар факультетіне түсетін. И біздер өзіміздің группаластарымызбен таныстырамыз факультетті, Санжар. И менің кураторым Бақтияр ағай. Короче, қазір оқушыларға осы біздің мамандықты, журналистиканы, сонымен қатар факультетті түсіндіретін боламыз. 25, қателеспесем, шығармашылық имтихан 45 балмен есептелінеді. Ал біздің кезімізде негізінде... Короче, бізде факультетімізді түсіндіру жаңағы жиналысы бітті. Бізде бүгін талапкерлер. Всем привет! Бізде болашақ журналистер, менің берса әріптестеріміз. Есімдеріңіз? Нұрдана және? Аяжан. Не үшін журналистика? Ең біріншіден журналистика мамандығы былайша айтқанда шытырман оқиғаларға толы қызық, өте бір сізге қатты неліктен іздуға? Іздеу былайша айтқанда заманауи, ең біріншіден заманауи және де атмосферасы жақсы, білім жағынан шет тілмен қарым-қатынастары журналист мамандығы өзі қызығы мен шыжығы мол мамандықтың бірі деп айтады. Шытырманға толы. Және бұл мен езу таңдап алған себебім бұл атмосферасы өзіме ұнайды. Жақсы, рахмет сіздерге. Көп-көп сәттілік тілейміз. Пендейл 2023 осымен аяқталды. Барлық талапкерлерді біздер қарсылап алды, оларға түсіндірдік. Факультетіміз туралы жалпы негізі қызық болды. Мыңнан аса оқушы болды. Және қазір осындай мерекелік концерт ұйымдастырылып жатыр. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Бүгін сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Егер ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Сіздермен Арайгүл. Көріскенше.